Қайырлы күн достар. Бүгін біздерде екінші сабағымыз. Бүгінгі сабақта жалпы Arduino Uno'да қолданылатын макеттік плата дегеніміз не, оны қалай қолданамыз, сонымен бірге Arduino IDE программасымен танысатын боламыз. Яғни оны қалай жүктеп аламыз және оны қалай орнатамыз. Енді макеттік плата, жалпы жинақтың ішінде макеттік платаның екі түрі болады. Біреуі 400 пиндік жартылай, яғни жартысы, екіншісі 830 пиндік. Енді негізгі жалпы сатып алған уақытта макеттік платаның артында мынандай екі жақта скотч, двухсторонний скотч дейді орысша. Сонымен бірге оның қорғанған сарысы болады. Оны көп жағдайда сабақта қолданғанда оқушылар оны ары қарай алып тастайды, соның кесірінен артына темір түсіп қалады. Ондай жағдайда біз оны ары қарай екінші түрге жасаймыз да, мынау уже акрил пластиктен кесіп алғанымыз, артына дейтін ішіндегі темір контактілер шашылып қалмас үшін осайтып артын қаттап жасырып қоюға болады. Енді яғни макеттік платаның оқушылар түсінуде қалай жұмыс жасайтынын түсіну үшін қазіргі кезде соңғы вариант біздер мынаны орг стекло, яғни орг әйнекті солмен қолданып осылай жасадық. Енді бұдан нені көруге болады? Мұнда макеттік платаның линиясы қалай жүретіні, яғни жоғары жағында тоқтың қалай жүретіні, жоғары төмен жақтарында және ортасында қалай жүретінін көрсетуге. Немесе қазір мына тинкеркадтан көрсетемін. Енді жалпы макеттік платаның екі түрі болады. Біреуі дейтін, яғни мына қазіргі қолданып жүргеніміз пайкіленбейтін, беспаечный дейді орысша. Екіншісі пайкіленетін, яғни ондай жағдайда біздер мына екінші тұрған, мына мысалға екі түрін көріп тұрмыз. Мына макеттік платаның пайкіленген, яғни әрбір компонент орнатылған Arduino'ға. Мінекей, ол мынандай макеттік платада Arduino'ның өзі орналасқан. Немесе екінші мынандай пайкіленбейтін макеттік плата. Жалпы бұл пайкіленбейтін қолданамыз. Біздер бұған қандай да бір өзімізге қажетті компоненттерді орнатып, қайтадан алып, яғни жұмыс жасап, тексеріп болғаннан кейін, оны ары қарай проектімізде, мысалы пайкіленетін макеттік платаға қосып, бір кәдімгі үлкен жоба жасап шығаруға қолдануға болады. Енді макеттік платаның жалпы тағы да бір мүмкіндігі, яғни біздер өткен сабақта көрген болатынбыз да видеода, минус порттардың саны 3 екен, 1, 2, 3. Соларды біздер мына макеттік плата арқылы көбейтуге болады. Енді бұл жерде ең негізгі принцип токтың жұмысын түсіну. Яғни мысалға пластик біздерде ток өткізбейді, а темір мет сымдардың бойымен олардың барлығымен ток жүреді. Сондықтан да макеттік платаның артында мынандай арнайы жолдар бар. Яғни ол жолдар плюс пен минус пен плюсіміз параллель орналасқан. Олай болса параллель деген сөз екеуі біріне өтпейді. Яғни мынада жоғарымызда минус қатары бар, төменгі жағымызда плюс қатары бар. Яғни жоғарғы макеттік платаның жоғарғы және төменгі жақтарындағы контактілер ток өтетін сызықтарымыз бізде екеуі біріне параллель орналасқан, плюс пен минусымыз. Ал ортадағылар тігінен параллельді, яғни бірден бастап F-қа дейін мына толық қатар бір өзінде ток өтетін мына қатарда, астындағысы солай. Сөйтіп 1, 2 мына толықтай 30 контактының барлығы солай орналасқан. Мысалға тексеріп қарайық. Яғни мен мысалға Arduino'дан дейтін 5 вольттық токты аламын. Оны мен дейтін былайына плюске қосайын. Так, оның түсін қызылға өзгертейін. Сонымен қызыл проводпен мен дейтін 5 вольттық токты өткіздім. Екінші GND. Яғни бұл біздерде минус екені белгілі. Оны алып мен былайына минусқа қосамын. Оның түсі қара түс. Сонымен дәл қазіргі сәтте менде Arduino'мда макеттік платаға төменгі жағынан қызыл провод арқылы 5 вольттық токты қостым, қара провод арқылы минусқа GND-ге қостым. Енді мысалға тинкеркадта айтын мультиметр деген бар. Так, мультиметрімізді алайық. Мультиметрдегі қызыл контактыны плюске қосайық. Яғни ол біздерде плюс контакты. Енді қара түс арқылы біздер дейтін бұлайына минусқа қосайық. Минус контакты. Қазір мен дейтін симуляция жасаған кезде USB біздерде ток береді. Сол кезде мультиметрдің қанша ток көрсететінін көруге болады. Мінекей, мультиметріміз мына қатарда 5 вольттық ток өтіп жатыр. Яғни Arduino'дағы 5 вольтымыз мына бойдан келіп толықтай мына қатарда 5 вольт ток жасап жатыр. Яғни мына макеттік платаның бергі бұрышынан алынған тогымыз макеттік платаның соңғы бұрышына дейін мына қатарда толықтай 5 вольт плюс 5 вольт жатыр. Сәйкесінше GND-міз бірінші нүктеден алған минус тогымыз соңғы нүктеге дейінгі аралықта минус токты яғни беріп жатыр. Сондықтан да біздерде мультиметрімізде 5 вольттық токты көрсетті. Енді токты қалай түрлендіруге болады? Енді біздер мысалға мультиметрімізді оған емес жоғарыдағы плюске қосайық. Мысалға мынау жақсы, мынау тұра берсін өзінің орнында минуста.
симуляция беремін. 0 деп көрсетіп тұр. Себебі неге? Мультиметрдің бір аяғы минусы дұрыс, минус қосылған қатарға қосылған менде, екінші плюс контактісі бізде басқа жақта, яғни былайша айтқанда ауызекі тілмен айтқан далада жатыр. Сондықтан да екеуі плюс пен минусымыз дұрыс қосылмағандықтан, минусымыз дұрыс қосылып, плюсымыз дұрыс қосылмағандықтан бізде макеттік мультиметріміз бізде 0 вольт деп көрсетіп тұр. Енді біздер 5 вольтты алу үшін бұны ары қалай түрлендіруге болады? Стопты тоқтатайын. Мындан мысалға бір провод алайық. Так. Сосын плюске қосайық. Оның түсі қызыл болсын. Енді тағы да стартпен тексерейік. Мінекей 5 вольт. Яғни бұл дегеніміз, яғни ток дегеніміз, қазіргі сәтте мультиметріміз мына қатардан минус токты алып отыр, жоғарғы қатардан плюс токты алып отыр. Сондықтан да бізде мультиметріміз 5 вольт болып жұмыс жасап тұр. Бұл яғни бұдан түсінетін нәрсеміз, мына жоғарғы төмендегілер жаңағыдай айтқандай көлдеңінен токты өткізеді. Енді ортаңғы қатар тексеріп қарайық. Ол үшін мультиметрдің минусын 11-ші қатарға өзгертейін. Так, мына дұрыс емес. Мынаны 11-ші қатарға қосайын. Так. Мынаны 19-ші қатарға қосайын. Енді менде мультиметрім 0 вольт болып қазір көрсетеді. Осыны мен 5 вольт алу үшін не істеуім керек? Яғни мен мына минус проводты бірден әкеліп 11-ші қатарға, қызыл проводты бірден әкеліп 19-ші қатарға қоса аламын. Немесе плюс-минус токты төменгі жақтан аламын. Яғни мен қазір екінші жағдайды алайын. Так, яғни мына төменгі жақтан минус токты аламын да 11-дегі жоғарға қоя қоямын. Бұл менде қара түс болады минус тогым. Так, плюсті аламын да мына жерден 19-ші қатардағы кезеген нүктеге, бұны қызыл түс. Так, старт simulation. Мінекей 5 вольт. Яғни дәл қазір сәтте мультиметр токты қалай алып отыр? Төменгі қатардағы Arduino'нан мына қатардан менде дейтін минус вольт шығады. Так. Яғни менде Arduino'нан төменгі қатардан минус ток шығады. Ол минус ток жүріп келіп, мына қатарға минус береді. Сәйкесінше толық мына қатардың барлығы менде минус ток болады. Сол минус тогым екінші провод арқылы, яғни мына 11-ші қатарға, 11-ші қатар менде мультиметрге беріп тұр. Сондықтан да менде мультиметрім толықтай минус токты алып отыр. Плюс ток. Плюс тогымда 5 вольттан шыққан плюс тогым мына қызыл проводтың бойымен жүре отырып, мына қатардың барлығын плюс 5 вольт ток беріп отыр. Және де мына қызыл провод арқылы ол 19-ші қатарға барады. Мына қатардың барлығы плюс 5 вольт. Ол ары қарай мультиметрдегі қосылған қызыл провод арқылы мультиметрге 5 вольт тогым келіп тұр. Сондықтан да менде мультиметрім Arduino қосылып тұрған 5 вольтты беріп тұр. Яғни осы арқылы енді түсінуге болады, ток деген, яғни ток келіп тұрған қатарға провод қосылатын болса, ток сол проводтың бойымен келесі қатарға секіре береді. Яғни проводтың бір ұшына токты қабылдап алды ма, сіз екінші ұшын қайда қоссаңыздар, сол ұшына сонша кернеу, яғни напряжение баратын болады. Енді так, яғни біздер алдағы жобаларымызда осы макеттік платаны қолдана отырып, яғни біз бірден пайкаға көшпейміз. Сондықтан да бұл макеттік плата бізге тығыз байланысты болады әр жұмысымызда. Сондықтан да оның принципін түсініп алу қажет. Енді келесі бізде енді Arduino'мыз жұмыс жасау үшін оған программа жазатын орта қажет. Ол Arduino IDE деп аталады. Оны біздер дейтін arduino.ss деген сайт бар. Яғни бұл Arduino'ның ресми сайты. Сол сайтқа кіріп, өзімізге қажетті программаторды орнатуымыз керек. Ол үшін arduino.ss-қа кіреміз. Яғни жерде видеода көрінбей тұрса деп үлкенеп жазып қояйын. arduino.ss. Яғни осы сайтқа кіреміз. Бұл Arduino'ның ресми сайты. Енді осы сайтқа кіргеннен кейін біздерде продукты деген бөліміне кіреміз. Бізге қажетті Arduino IDE. Arduino IDE дегенді бастым. Бұл жерде Arduino компаниясы дамуды тоқтатып тұрған емес, яғни дамып келе жатыр, жаңа эксперименттер жасайды, әртүрлі нәрселер. Соның ішінде бізге қажетті жалпы Arduino IDE. Енді бұл жерде нені білу қажет? Жалпы Arduino өзінің ресми сайтында Arduino IDE-ның екі түрін ұсынады. Бірінші түрі біз өзіміз көріп тұрғандағыдай Arduino IDE
соңғы нұсқасы 2.3.6 бар. Немесе Legacy IDE ағылшынша, қазақшасы, яғни ескі нұсқа. Arduino IDE 1.8.19 деген бар. Екі нұсқаны ұсынып тұр. Немесе сіздер 2.3.6-ны орнатып алуларыңызға болады, немесе 1.8.19 дегенді орнатып алуға болады. Екеуінің айырмашылығы қандай? Соңғы Arduino 2.3.6 деген дизайнын көріп тұрсыздар да, яғни Microsoft-тың VC кодына ұқсатып келе жатыр да, сол бағыттан. Мұнда борт түрлері таңдауға болады, кітапханалар бар, жалпы программаторлар бар, монитор порт бар, барлығын көруге болады. Ескі нұсқасын қазір мен ашып көрсетемін. Енді бір ескеретін нәрсе, жаңа нұсқасы интернетпен жұмыс жасайды. Егер де сіздердің ноутбуктеріңізде 2.3.6 соңғы нұсқаны орнату кезінде интернет жоқ болатын болса, сіздер кейбір кітапханада орната алмауыңыз мүмкін, немесе кейбір Arduino платаларды көрмей қалуы мүмкін. Сондықтан да мен оқушылармен жұмыс жасаған уақытта олардың барлығына мына астында тұрған Legacy IDE, яғни ескі нұсқасын орнатуды ұсынамын. Сіздер енді өздеріңіз қарайсыздар. Мысалы, ескі нұсқасын орнататын болып үстінен басқан уақытта мұнда шығады, міндетті түрде операцион күні өзі таңдайды, яғни Windows 7-тен бастап 8, 10, 11 толықтай барлығына орнатуға. Немесе Mac болатын болса, Mac-қа да орнатылады. Сіздер орнатуды басқан кезде автомат түрде сіздің қандай компьютермен кіріп отырсыздар, соның операцион күнін көрсететін болады. Енді жаңа нұсқасы. Мінекей, мына жаңа нұсқасы жаңа орнатып алғандай, менде қазір кітапхана әлі орнатылып жатыр, яғни интернетпен тығыз байланысты барлық кітапханаларда. Мына жақтарда мінекей нұсқа қандай портқа қосылған көрсетуге болады. Бұл біздерде жұмыс алаңы. Мінекей мына жерге біздер дейтін программаны жазамыз. Мына аралықта output дегенде біздер программаны тексерген кезде осы жерге программамыз қаншалықты дұрыс, немесе қатесі болса, қатесі қай аймақта, соны шығаратын болады. Arduino түрлері, борттарды таңдайды, кітапханалар орнату, сақталған программаларды ашып қарауға болады. Так, бұл біздерде әлі толық орнатылып болған жоқ, яғни мына біздерде монитор порттарды көрсетеді. Tools біздерде ол инструменты орысшасында. Бұнда біздер қандай портқа қосылған, Arduino'мыз нешінші портта тұр, немесе қандай плата, қандай программатор, соларды таңдауға болады. Қазір басайық. Tools'тың ішіне мінекей программаны жаңартуға болады. Борт, қандай борт? Arduino'ларға қатысты, мына Arduino AVR Boards. Соның ішінде бізге қажеті Arduino Uno. Так, мұнда бірден шықты. Қазір біздер қосып қарайық. Сонымен мына Arduino, мен оны компьютерге қосайын USB-мен. Так, қарайық. Мінекей, менде әлі программа орнатылып жатқандықтан менде порт көрмей тұр. Негізі порт көргенде Arduino Uno COM мысалға нешінші COM, соны көру қажет. Мынау COM6, COM5 дегендер маған осыған дейін қосылған принтерлер немесе кез келген COM түрлері. Бұл яғни жаңа нұсқада осындай көптеген қиындықтар болады. Енді ескі нұсқасын қарайық. Ескі нұсқасы мінекей. Arduino 1.8.19. Бұл нұсқада көбіне мен осы нұсқамен жұмыстанамын. Бұнда дейтін, яғни көріп тұрсыз, несі жұмыс алаңы, мұнда астында программа дұрыс қате соны шығарады. Енді мен қазір қостым, енді портымды таңдайтын. Мінекей Arduino қосқан кезде, мында свет жанып тұрды, on қосылғаны, мына ар жақта өзінде орнатылған LCD несі, LED светодиод, жарықдиоды, инструменты, плата Arduino Uno, бұдан дейтін бірнеше платын таңдауға болады. Бізге қажетті Uno көріп тұрсыздар ма? Arduino'ның Arduino EN, Arduino Uno, Uno Mini, Nano, Mega, яғни түрлері көп. Bluetooth, FIO, Internet, Explorer, Lilipad деген сияқты түрлері бар. Енді порт қарайық. Мінекей, ескі нұсқасында орнатылған уақытта ескі нұсқасы. Бірден драйверлер орнатылады. Яғни 3 рет сізден драйвер орнатуды сұрайды. Сіздер міндетті түрде келісесіздер. Сол кезде Arduino драйвер орнатылады. Порттан біздер Arduino COM13 деген таңдаймыз. Arduino Uno. COM таңдалды. Так, мынау менде 10 метрдің программасы. Сонымен портым таңдалды. Программаторды өзгертуге болады. Программатор көбіне өзгереді қандай жағдайда, егер біздер Arduino Uno'дан басқа Nano деген сияқты нұсқаларды орнатқан жағдайда. Так, порт өзі қалай береді, мұны бәрі қалай береді. Так, сонымен программаны бірінші тұрған галочка ол дейтін, яғни біздің программамызды тексереді. Компиляция скетч, компиляция жүріп жатыр. Мінекей, мына жақта процесі көрініп тұр. Тексеріп жатқандағысы. Так, тексеріп алсын. Компиляция завершена. Егер де осында компиляция аяқталды деп, скетч қанша память қолданатын барлығын көрсетіп тұрса, онда сіздерде
компиляция деген ол тек қана программаның әріп қатесін, былайша айтқанда синтаксис тексереді. Дұрыс жазылған ба? Мысалы, үлкен әріппен жазылу керек команда үлкен әріппен, пробел бар жерлер, пробел жоқ жерлер, айнымалылар дұрыс хабарланған ба, солар тексереді. Бірақ бұл компиляция деген сіздің ойыңызда тұрған программаның логикасы қалай жұмыс жасау керек, сіз нені қалап тұрсыз, оны түсінбейді. Көп жағдайда программаны жазған адамдар, яғни Arduino айналысып бастағандар тексереді. Компиляциядан өтіп бір, неге мен қалаған нәрсені жұмыс жасамайды дейді. Себебі ол сіздің синтаксисіңіз дұрыс, грамматикаңыз былайша айтқанда, бірақ логикаңыз дұрыс болмауы мүмкін. Енді программаны қалай жүктейміз? Жаңа инструмент бәрін таңдадық. Енді стрелканы басамыз. Қайттан процесс жүреді. Жүктеу процесі. Мінекей біздің Arduino жанып тұр. Программа жүктелді. Жанып сөнді. Яғни бұл Arduino'да уже ары қарай уже чиптің ішінде осы порттар жұмыс жасап, осы программа жұмыс жасап тұр деген сөз. Сонымен бүгінгі сабақта нені түсіндік? Arduino жинақтың ішінде кездесетін макеттік плата, яғни мына макеттік платалар 830 немесе 400 контактылық макеттік платалар, яғни бізге жоба жасау барысында міндетті түрде бірге жүреді, әрқашанда бірге қолданамыз. Сонымен бірге бүгін макеттік плата арқылы токтың қалай ағатыны, ток қалай жұмыс жасайды. Яғни контакты токтың бір ұшы ток бар жерге қосылғаннан бастап, екінші ұшында ток келіп тұрады. Сол арқылы біздер қажетті жерімізге токты тарата аламыз. Екінші, Arduino SS арқылы өзімізге қажетті программаны, сіздердің қалауларыңызға байланысты, егер жақсы стиль, интернетіңіз тұрақты болатын болса, онда Arduino 2.3.6-ны орнатуларыңызға болады. Егер міндетті түрде интернетпен жұмыс жасау қажет емес, кей жағдайда офлайн режимде жұмыс жасайтын болсаңыздар, онда сіздерге ұсынатын нәрсем 1.8.19 деген нұсқасын орнатып алуларыңызға болады. Енді келесі сабақта біздер алғашқы жинақты, яғни Arduino жоба жасаудағы әліппесін бастайтын боламыз. Алғашқы компоненттен бастап қосып, схемада қалай сызылады, программасы қалай жазылады, оны ары қарай қалай түрлендіруге болады, программаның логикасы қандай, соның барлығын үйренетін боламыз. Олай болса, келесі сабақта кездескенше. Рахмет.